Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода біз күріш қайнатпасының адам организміне пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Видеоны бастамас бұрын өзіміздің тұрақты оқырмандарымызға осындай жылы комментарийлер үшін алғысымызды білдіреміз. Сіздердің арқаларыңызда біз шабыттанамыз. Күріштің пайдасы туралы бәрі біледі. Бұл дақылға мыңдаған жыл болған. Оны біздің дәуірімізге дейін Азия елдерінде өсірген. Бүгінгі таңда дәстүрлі медицинаны ұстанатындар мен салмақ тастағысы келетіндердің және өз денсаулығын күтіп жүретін адамдардың арасында тек күріш қана емес, сонымен қатар күріш қайнатпасы да танымал. Оның ішінде біз күріш қайнатпасының пайдасы мен зияны туралы әңгімелейтін боламыз. Күріш суы несімен пайдалы? Күріш суы немесе қайнатпасы керемет қасиеттерге ие, бірақ бұл сұйықтықтың дәмі қоймалжыңдалған және жағымсыз болып көрінуі мүмкін. Мысалға, қытайлықтар күн сайын таңертең бір стақан күріш суын ішеді. Бұл таптырмайтын пайдалы сұйықтық ағзаға қажетті сергектік сыйлап тазартады. Сусын көптеген пайдалы заттардан тұрады. Минералдар күріш сұйықтығында селен өте көп. В, Е, С витаминдері. Асқазанның шырышты қабығын орап емдейтін ұлпалар да бар. Сондай-ақ күріш суының пайдалы қасиеттері бар. Олар ағзаның ішкі энергиясын босатады. Тері мен шаштың жағдайын жақсартады. Зат алмасуды жылдамдатады. Ағзаны уытты заттардан тазалайды. Сусыздануды жеңуге көмектеседі. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 70 000 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеоға лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады. Дәрігерлер бұл күріш суының қасиеттерін баяғыда мойындап атап өткен болатын, бірақ оны аш қарынға ішуге болмайды. Себебі бұл сұйықтықтың өзінің қарсы көрсеткіштері бар. Ол тоқ ішектің қабынуы, іш қатуға бейімділік, жеке төзімсіздік. Егер сіз күнделікті тамақтану рационына дәнді дақылдардан қайнатпасын қосуды шешсеңіз, оны дұрыс орындаңыз. Сонымен күріш қайнатпасын қалай дайындаймыз? Емдеуге және салмақ тастауға арналған рецепттер келесі. Күріштен сусын дайындаудың көптеген рецепті бар, яғни қарапайымынан басталып бірнеше қадамдардан тұратын да рецепттер болады. Ең қарапайым рецепт бойынша дайындау. Кастрөлге 2 стакан су құйып қайнатыңыз. Содан кейін оның үстіне 2 шай қасық күріш қосыңыз. Бұны шамамен 40 минуттай қайнатыңыз. Сосын қайнатпаны суытып, сүзіңіз. Бұл сұйықтықты баланың іші өткенде қолдануға болады. Тағы бір рецепт құсу кезінде қолданылады. Бұл рецепт бойынша бізге 1 стақан күріш пен тұз және 1 литр су керек. Алдымен күрішті ұн секілді кофе ұнтақтағышқа ұнтақтап алыңыз. Содан кейін суды жылытып, оған ақырындап күріш ұнтағын қосыңыз. Сөйтіп қайнатпаны 5 минут қайнатыңыз да суытып, әр 2 сағат сайын ішіңіз. Қайнатпаны қою қылып та қайнатуға болады. Ол үшін 5 ас қасық күрішті алтын түсті болғанша қуырыңыз. Содан кейін оны кофе тартқышта салып ұнтақтаңыз. Сосын жарты литр суды жылытып, оған күріш ұнтағын салыңыз да жарты сағат бойына қайнатыңыз. Күріш қайнатпасы дайын болған соң, оны суытып, қабылдай беруге болады. Салмақ тастау үшін күріш қайнатпасын дайындаудың бірінші рецептін қолдансаңыз болады. Дегенмен, сымбаттылығымен ерекшеленетін азиялық әйелдер оны басқалай дайындайды. 1 стақан күрішке 4 кесе таза су алыңыз. Күрішті суға салып, оны төмен температурада 2-ден 4 сағатқа дейін қайнатыңыз. Сондай-ақ
күріш суын дайындаудың басқа тәсілін қолдансаңыз да болады. Мысалы, күрішті қайнатыңыз да бетін сүлгімен жақсылап жауып, түнге қалдырып қойыңыз. Сонымен қатар Азияда ашыған күріш сусынын да дайындайды, яғни ферменттелген күріш сусыны. Ашыған су қарапайым қайнатпа секілді дайындалады. Тек әзірлеу кезінде суды көп құйып қою керек. Күріш қайнаған кезде оны кепсермен сүзіп алыңыз. Бізге күріш суы керек болатындықтан, суда қайнаған күрішті тамақ пісіру үшін қолдансаңыз болады. Ал қайнатпаны ашыту үшін оны бір тәулікке қойып қойыңыз. Содан кейін ашыту процесін тоқтату үшін сусынды қайтадан қайнатыңыз. Кейін сусын суығанда аздап қолдана берсеңіз болады. Бұл сусын жасартушы құрал ретінде әрекет етеді. Себебі оның құрамында Е дәрумені өте көп. Күріш суын қалай қолдану керек? Құрметті оқырмандар, күріш сусыны 100%-ға әсер етсін десеңіздер, оны дұрыс ішкен жөн. Асқазан және ішек аурулары кезінде алғашқы рецепт бойынша пісірілген күріш қайнатпасын 2 сағат өткеннен кейін стаканның 4-тен 1 бөлігін ішу керек. Бұл сусынды сирек немесе жиі ішуге болмайды. Себебі оның әсері әлсіз болады, немесе ол дәретті тым қатайтып жібереді. Құсыққа қарсы сұйықтықты әр 3 сағат сайын бірнеше ас қасықтан ішеді. Ал сусынды балаларға беретін кезде дозаны төмендету керек. Оларға бір ас қасықтың өзі жеткілікті болмақ. Бірақ сәбилерге жиі беріп тұруға рұқсат етілген. Арықтау үшін ішкіңіз келсе, таңертеңнен бастап аш қарынға ішкеніңіз жөн. Бұл ағзаға энергия беріп, ағзаны тазартады. Суды күні бойы тамақтанар алдында кішкене порциямен қабылдау ұсынылады. Егер таңғы асты күріш сусынымен ауыстыратын болсаңыз, аптасына 1 келі тастауыңыз мүмкін. Күріш суын бетке маска ретінде де қолдануға болады. Ол үшін күріш суын теріге жағыңыз да 15-20 минутқа қалдырып, содан кейін таза сумен жуыңыз. Сондай-ақ күріш қайнатпасымен шашты да жууға болады. Олдай кезде шашыңыз үлпілдеп, жылтырап тұратын болады. Көріп отырғандарыңыздай күріш суы таптырмайтын сусын. Ол ауру кезінде жақсы көмектеседі және барлық сұлулық салонының орнын ешқандай шығынсыз алмастырады. Азиялық әйелдердің бұл құралды көптен бері бағаланғандары да таңғаларлық емес. Ал күріш суының ерекшелігі мұра ретінде қазіргі заманның сұлуларына да берілген. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіздер болады. Келесі видеоларда жүздескенше аман сау тұрыңыздар.